Қайырлы күн барша тыңдарман қауым YouTube каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Адамның өзіне деген сенімсіздігі. Өз күшіне сенбеген халық та адамды ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейхан. Адамның өзіне сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы да басқа үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант иесі немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол-аяғы жіпсіз байланып, ынжық бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы, һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз, бір адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла Тағаланың әрбір адамға қабілет қарым бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дарытқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуге тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашылады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өзі секілді адам екенін ұғынады. Абай Хакім. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, кертартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адам жасағанын адам жасай алады дегені текке айтылмаған. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-бірінен анау айтқандай алшақ кетпейді. Бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желімен пайда болған арадағы алшақтық Алла дарытқан ішкі сыртқы ресурстардың даму нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсыбір қырлары ерекше талант, өзгеше дарында болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың, мән бермей жүрген қабілет қарымдарының бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмтыл, дамытуға әрекеттен, тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбекпен арнайы жаттығулар арасында жетілдіріп алуыңа әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Демосфен. Айтар ойын толық жеткізе алмайтын, екі сөйлемнің басын құрай алмайтын адамдар арнайы жаттығып, сөз саптау тәсілдерін меңгеріп, уақыт өте келе дүлдүл шешен, жарты әлемді аузына қаратқан мықты оратор болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, көне грек ділмары Демосфен біздің дәуірімізге дейінгі 384-322 жылдары бала кезінде тілі мүкіс тұтықпа бопты. Дауысы да бәсең, тынысы әлсіз, өзі ұялшақ, сөйлегенде екі иығын қайта-қайта көтере береді екен. Ол аузын ашса, жұрт жынды адам көргендей күлетін көрінеді. Осындай кемшіліктеріне қарамастан ол көпшілік алдына шығып ойын еркін, шешен жеткізуді іштей қатты армандайтын. Ол мақсатына жету үшін әртүрлі жаттығу жасауды қолға алады. Даусын теңіздің жойқын шуылынан да жоғары шығару үшін ол аузына қиыршық тастар салып, шуылымен жарыса айғайлайтын. Итті әдейі ызаландырып, одан ра әрпін дұрыс айтуды үйренген-міс. Ел көзінен тыс оңаша жаттығу үшін шашының жартысын қырып тастайтын болыпты. Сөйлегенде иығы көтерілмес үшін қылыштың өткір жүзін асып қоятын әдіс қолданады. Осындай жаттығулардың арқасында Демосфен әлемдегі ең үздік шешен, мықты оратор ретінде тарихта қалды. Тіпті ол әлем шешендерінің эквивалентіне айналды. Сөз сөйлеу техникасын шегіне жеткізді. Демек, бұл адам шын ниеттенсе, жетістікке жететіндігіне дәлел. Қазақтың көре көсем, сөйлей шешен боласың деген мақалы бекер айтылмаған.